Бүгін біз детальдармен жұмыс істеуді үйренеміз. Бұл бізде мен осындай 4 түрлі деталь, солнышко үшбұрыш, мынау спираліміз и сырға. Бұларды қалай істейміз біз? Бұлардың размері бізде 12-12 сантиметр. Біз деген осындай 12-12 сантиметрді мен 24-24 қылдырып алдым, чтобы жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін. Кәдімгі матовый велюрымыз, бетіне паутинка жапсырылған, тура сол технологиямен астарына аласыз, паутинканы қоясыз, бетіне жаңағы фрикенбург деген пергаментімізді қоямыз. Одан кейін үтіктеп шығамыз. Үтіктегеннен кейін бетіне сызамыз. Тура менде тура осындай дайын түрлер бар. Осылай сызып аламыз. Сызғаннан кейін ойып шығарамыз. Ойып шығарғаннан кейін біз именно осының ішінде сыртында рамасында өзінде пайдаланатын боламыз. Бұл жерде міне 12-12 сантиметрлік квадрат. Бұл квадратқа флизелин жапсырылған, тура оюға жасалған сияқты, чтобы зигзагтаған кезде оюымыз жеріліп қалмау үшін. Осы квадратымызды алдық. Деталімізді ойып шығардық. Ортасына өзімізге ұнайтын форма